өзі және де білуімше ерке атасының баласы екен. Иә. Айттым ғой бағана, халық біліп отырмыз. Иә. Соны біліп отырып, біздің Әлбекті атасының баласы. Бір кезінде сен өз баласың деп алып қойған, бекер бердің. Енді расында да қоя атасы сияқты болып алған, атасындай қабілеті бар, несі бар, жұмысы бар өскен. Бала кезінде жетік болды. 8-ші класс оқып жүргенде, құдаларға енді жақындас болдық қой. Сырларымды айта берейін. Оқушы болғанда қалаға оқуға кетем деп, ол кезде 90-шы жылдары атасының басында оқытып жіберді. Содан кейінгі маған айтайын дегенім, Күлайдар Арыстанбекұлы менің жолдасым, осы кейінгі балаларды осы Әлбекте болыңдар, Әлбекте оқымысты болыңдар деп авторучкасын салып ұмытып кеткен жоқсың ба, таңертең таза киіндіріп, жақсы оқыңдар деп балаларға. Содан балаларды бәрі тәрбиелеген осы Күлайдар. Біз ғой нам-тау, Субханаллах, Алланың ризығын, несібесін соңынан жүрдік қой, Алладың тілеп. Сол оқытқан, өндірген, енді расында біз далада жүрдік, Күлайдар сол балаларды воспитывать етіп, соған осы көпшілікті құдалардың алдында балаларды тәрбиелегенге Күлайдарға рахмет айтқым келіп отыр. Сосын екіншіден рахметімді осы Хасен құдағиға Гаухаржан деп енді жанды қосып қойын, өзім жан батырмын ғой. Осы қызым балалардың осы жақсы тәрбиелеп, жақсы осындай команда алып келіп, өздері сабырлы, асықпайды, біздің немізге көнген. Иншалла, осындай құдалар өзі Алладан тілегенмін. Осы жақсы құдалар кездескеніне өте ризашылықпын. Сіздердің осы келгендеріңізге алғысымды айтып отыр. Жасай беріңдер. Жұғысты болсын балалар үйленбеген, қыздар тұрмысқа шықпаған, қыздар тұрмысқа шықсын. Балаларыңыз оқымысты болсын. Иншалла, салихаға құл болуға Алла нәсіп етсін. Аман есен үйлеріңізге жетуге Алла нәсіп етсін. Осы коттедждің осында поварлар қасында жолаған жоқ, сәрсен. Сенім. До того 100% мейірімді екен. Сондай алғысымды айтқым келіп отыр. Жас балалар обслуживание еткен балдыздарыма, құдаларыма өзімнің неден 7 үйден келді. Оны көшіріп алдық. Көшірді. Бұның Шөптігөлден көшіп келген жуырдағысы. Көшіп болды, жақсы құдаларымыз, құдағи түгел қойыңызшы. Серік Қалабаевич көшіп келді, үйдің қасында, мына кісінің несі, қайненесі. Сол құдаларыма рахмет. Айтады ғой, жаңбыр жаусын тамшыдан, дария толсын тамшыдан дейді. Сол анау сіздерді жағын ойлап отырам, біз жақта жаңбыр құйып отқан, сіз жақта жаңбыр жауса екен деп тұрам. Звондап отырам. Жаңбыр енді ырыс қой, Алланың берген. Құшағымыз алып болып, асыға тусын ашқан дейді. Мынау кімдер Ризабекпен, кім айналайын, Наргиз, бақытты болыңдар. Мәңгі өмір сүріңдер. Осы құдалардың осы жерде айтқан тілектері, баталары, міне, үлкен ақжаулықты анамыздың қандай жақсы бата берді. Сіздерге осы ниеттеріңізге, мейірімдеріңізге рахмет. Солар бәрі пештерін құлағына шалынуға Алла нәсіп етсін. Құт береке кетпесін, бір қамшыдан малшыдан дейді, мал жандарымыз, үй ішіміз аман болсын. Алладан тіледік, Алладан тілесек, осы балаларыма бір шылын тартқанын көрсеткен жоқпын. Бір арақ ішкенін осы тойда осылай халал өтіп отыр. Бір бөтен адамға жалындым. Осы шайтанның нағалет дулахи құрып кетсін, сен соның жолында жүрсің. Тойын жасамаш арақсыз деп. Болмады, жасады. Ақырға қазір бәрі тарап кетті. Үйлерінде не болмай қалды, қандай благословение шашып қалды. Қазір көрсең, аға дейді, сіз айтқаныңыз жөн болып еді, сол тіл алмап едім дейді. Сол бізде осылай жақсы халал жерде жүруге Алла нәсіп етсін. Амин. Өзіміздің азаматымыз үлкен иман, неке құйды. Сендердің жолдарың ақ болады, иншалла деп сенеміз.
үлкен осы Қазақстанымыздың берекелі сондай үлкен сарайында үбірлі шүбірлі осы әулетте жақсы үй семья болып, берекелі семья болып өздерінің жастарында үлгілі семья болады деп сенемін. Сіздерге бәріңізге рахмет. Әкеміздің артық сөйлеу болмайды. Тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Осы үлкен рахмет болса, мен балаларыма мен де жиі айтатын, тойымыз жеу өтті. Бәріміз қасында есене жүргеніміз, әсем деген бәрі қосылып, тамағын тауып, коттедж тауып, бүгін ғана коттедж көрдім. Тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Бұл әкем айтқандай, әкем қатты бақырғанда мен өтем әкесің маған әкеміз, бірақ мен той жасаймын. Қайтсын, юрист қой. Балаларыма, әкемдеріне бәрін тамырдарымыз өте керемет өткізді. Өте керемет. Осы, жұлдыз та деген бәрі дәмді, тәтті, бәрі жақсы болды. Жастарымыз енді бақытты болсын. Оны айтты ғой бүгін. Енді бауырым 46 жаста бірінші өлімге айтқан. Бауырым бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті құдақтайлар. Сапарыңыз оң болсын. Алла берекесін берсін. Енді қысқа нұсқа абайдың қара сөзі. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті. Алланы танытуға сөз айырмас. Алла берекесін берсін. Ал құрметті тойшыл қауым, осылай жинап отырған себебіміз осы Ризабек қайным мен Нарғыз абысының арқасында осы қайным мен абысының бақытты болсын, ең бастысы денсаулықтары мықты болсын. Осылай тек қыз қуанышта жинала берейік. Барлықтарыңызға денсаулық, бақыт. Осылай дастарханда, кең дастарханда сіз біздің жоғалмай кездесе берейік. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Енді осы жерде арнайы осы Көкшетау қаласының дәстүрлі әншілерінің бірі осы Аслан мырза, сізге көптен көп рахмет. Өте керемет дауыс иесісіз, дауысыңызға өте тәнтімін. Рахмет сізге. Осылай осы тойдың жақсы өтуі негізі асабаға байланысты ғой негізі. Рахмет көптен көп. Алла разы болсын. Бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Өнеріңіз өрлей берсін. Тек биік белестерден көріне беріңіз. Осы Мусин атындағы колледждің бір беделді бір мамандарының бірі деп білем. Рахмет сізге. Қасыңыздағы мырзаға да рахмет. Осылай келіп атсалысып, біздің тойымызды көтеріп жатқандарыңызға. Осы жерде енді қызмет жасап жатқан даяшы қыз жігіттерге де рахмет, Жұлдыз ханымға да рахмет. Көптен көп осылай дастарханды әдемілеп, дәмді қылып дайындап берген. Осы біз бәрін әкеліп тастадық, сол кісілерге сеніп тапсырдық. Рахмет, Алла разы болсын. Ол кісілерге де еңбектері жана берсін. Сол құда-құдағилар жолдарыңыз болсын, аман есен елдеріңізге барып, отандарыңызға барып баруды Алла нәсіп етсін. Баршаңызға рахмет, құрметтеріңізге, сыйлап келгендеріңізге көптен көп рахмет. Бақытты болсын. Традиция бойынша. Апаларымыз, ағаларымыз, барлықтарыңызға болсын. Ризабекпен ағамыз жеңгем екеуі бақытты болсын. Оның жастары ұзақ болсын, үлкен әулет болсын. Әулетіміз жалғастырып, үлкен жауия болсын. Және әке-шешемнің жолын берсін. Әке-шешеміз бізді тәрбиелеп, осылай халал мен харамды ажырата білді. Анаға қай баламды жақсы көресің деген
сұрақ қойған ғой. Сонда ғана тұрып, ауырған баламды жазылғанша, шығып кеткен баламды оралғанша деген іштегі баланы шыққанша, сосын айттым шығып кеткен баланы. Солай анамыз барлығымызды бірдей тәрбиеледі. Мен өмір бойы ойлағам, ананың ең жақсы, сүйікті баласы екенімді. Оказывается, барлығы солай ойлапты ғой. Әлбектен бастап барлығымыз ең любимый екенбіз. Мен ешқашан ешкімді олай бөлмеген екен. Өйткені бір намазда отырып та имамның айтқаны бар. Имамымыз арамызда екі имам тұр ғой, дәлелдейді ғой. Сонда бір сахаба пайғамбарымызға шығып сұрақ қойған екен, қай баланы, осы баламды жақсы көремін, ең кіші баламды солай сүйуге бола ма деген ғой. Сонда айтқан, балаларды ешкімді көруге болмайды. Қызым болса ғана, қызымды бәрінен қатты жақсы көруге болады. Оларды барлығын бірдей ұстау керек деп. Сол секілді, сол үшін өздеріне бір қыз туып алған ғой. Сол барлығымызды бірдей ұстады, барлығымызға бірдей білім берді, барлығымыз грантты оқыдық. Анамның жаңа әкем айтып отырған барлығымызға қаламды ұстадық, анамыз осылай Высшее образование. Высшее образование берді барлығымызға. Содан студент болдық. Сіздер алдарыңызға тұрған студентті көрдіңіздер ме? Аш болмаған студентті. Мен өмірімде аш болып көрмегенмін студентті. Өйткені ағам бар, жеңгем бар. Ең бірінші Зания құрды, студент болып келдік. Әлбек үйінде. Барлығы ешқашан қарным ұшырмаған, ағама жеңгеме рахмет айтамыз. Әкем ешқашан жалғызбын деп айтып көрмеген. 7 сестрасы бар. Барлығы да өте тату. Сестраларымыз, папамның апалары баяғыда жайнап күліп, жап-жас, қазір кішкене уже жастарда келді, пенсионер барлығы жаңа айтып жатыр ғой, пенсионер сіздерді. Сол үлкен 100 жасаңыздар. Сіздер осындай әулеттеріңізде осындай көп-көп ойларыңыз бола берсін. Амин. Сол кемадан шығып кеттім ба? Оралсайын. Әкемнен көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Сол жастар бақытты болсын. Амин. Тойға ұлассын. Тамадаларға Аслан бауырымды мен баяғыдан білем, ағасын білем, барлығы музыкант жігіттер, семьясымен музыкант барлығы. Үлкен ағасы музыкальный колледждің директоры, тағы бір ағасы бар, өте жақсы музыканттар, менің жолдасым, мен саған рахмет. Саған дым жоқ, ренжіме. Биік деңгейде өткізіп жатсың, барлығының көңілінен шықтым деп ойлаймын. Амин. Рахмет саған, музыкант жігітке рахмет, баян осылай. Өткенде біз барғанда, жаңалығы барғанда, әжеміз қандай күшті баянмен барлығымыз осы асылымға айтамыз. Музыкант жігіттің болма, баянист деген ғой. Конечно, қасынан ұстамаймын мен оны деп. Нұрбекке де рахмет. Нұрбектің атынан саған. Құдаларымызға ең бірінші айтып отырмын мен, ең бірінші құда болған папамның. Құдамыз кетіп қалды ма? Ең ол отырмын. Алтын шаш құдам болып құдағиымыз папамның қасына көшіріп алды. Мен кімге предложение жасап, қасына көшіріп алды. Әйтеуір құда мен папам екеуі, әкем екеуі өзі родные братья секілді. Өте жақын, екеуі жастар да, кажется. 50-тер ма? Сол әңгімелері жарысқан, осылай барлық құдалардың жақсы, барлығын бірдей сыйлаймыз. Осы Хасен құдамен Бауқарбек құда арамызға қосылып өте қуаныштымын. Өткенде қандай жақсы той болды, жаңа болды. Біздер содан кем қалмайды деп осылай 2 жерден 3 жерден бермей, осы ағалардың осы жерден бір жерден жөнелтейік. Жаңа өзі ЗАГСтан өзі жаққа келгенше 4 бөлініп келдік. Әйтпесе үйден үйге бөлініп, таң атқанша жүрер едік. Барлықтарыңызға рахмет.
айтатын сөз көп негізі. Мен жолдасым болған жоқ таныстырғанда Әйгерім Бекболатовна негізі. Папасы ұқсап бұл да. Өзі дәрігер, онколог. Оперирующий хирург. Жұмыста бұл. Мама болып оқысын, сіз папа оқысыз, иә? Сөз берейік бұл кісіге. Рахмет Әсет. Рахмет Әсет. Кеш жарық, құрметті, қадірменді қонақтар, құдалар, осы той барлығымызға құтты болсын. Осы отырған дастарханда барлықтарына тілейтінім зор денсаулық, әрдайым жорытқанда жолдарыңыз болсын, отбасына бақыт береке берсін. Ризабек пен Наргизіне отбасына Алла берекесін бере берсін, Алланың нұры жаусын, ойлаған мақсат армандары орындала берсін. Денсаулықтары мықты перзенттер дүниеге келе берсін. Осы енді бүкіл тілектер айтылды, мен бүгін көп сөйлемеймін. Жаңағы айтқан тілектерге қосыламын. Екі жақта жүрген ата-аналарымыз аман болсын. Амин. Ұзақ ғұмыр тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрдайым шауып жүре беріңіз. Сол түрде анашым отыр, бірауыз айта саламын. Денсаулығыңыз мықты болсын, әрдайым бейшақта дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бейбітшілік жаманда өмір сүруге жазсын. Амин. Сол әрбір қазақ елінің отбасына бақыт береке бере берсін Алла. Қазақ елінің отбасы ең әдемі үйлерде тұрсын, ең жақсы машинелермен жүрсін. Береке берсін барлықтарына. Біз бүгін шаңырақ көтеріп жатсыңдар. Шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын, денсаулықтары мықты болсын, екі жақтың ата-анасы аман болсын. Мынау отырған ортада бәріне денсаулық тілеймін, аспанымыз ашық болсын, отанымыз еш болсын. Бұл біреу болмай екеу болып көбейе беріңдер. Мына бауыр ағаларынан артық жүрген. Барлықтарыңыз ассалаумағалейкум, қош келіпсіздер. Біріншіден ағам мен жеңгешкама тек бақыт тілеймін. Бақыт тілеймін айтады ғой бәріне. Бұлардың бақытты болуы да, олардың бақытты болуларына олар ғана емес, жалпы бәрімізді себепкерміз. Бәрімізді поддержка беріп, всегда қолдап отыру керек. Сол барлықтарыңызға денсаулық, аманшылық тілеймін. Папамның бауырлары келіп, өзі күшті қуанып, қарап, сүйсініп қарап отырмыз, бәрі билеп, довольно, радостный все. Күшті осындай бақытты сәттер көп болсын, аман болайық. Папка, мамкама рахмет, осындай бауырлар бергеніңізге. Мамкам өзі кішкентай кезімізден бізді айтып өсіретін айтты. Сендерде бір әке емес, сендерде екі әке деп. Біріншісі папасыз, екіншісі әбекті, біз екінші әкемізде өсірген емес. Сол болса, осы ағамның атынан ертіп келеміз. Сол тек жақсылық болсын, аманшылық болсын. Қош келіпсіздер құдалар, қараңдарыңызға нұр жаусын. Әрдайым осындай кең дастарханда кездесейік. Ризабек Наргиз бақытты болыңдар, көтерген шаңырақтарың биік болсын, іші жанға толсын, сырты малға толсын. Әрдайым осылай ағайын туыстың арасында тату-тәтті өмір сүруге жазсын. Амин. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Мама өзі Ризабекті уайымдап отыратын. Бір жылдары Ризабек кетіпті ыдыстар жинаған. Енді мен сол Ризабек өзінің шаңырағын көтеріп отыр. Сол үшін бәріміз қуаныштымыз. Және бар жақсылықты тілеймін. Айгүл айтқан жоқ қой. Айгүл айтқан жоқ. Есен. Айгүл айтқан жоқ, Айгүл. Озон айын отыр бендер? Үй болсын деп. Ал, құрметті ағалар, Алла сіздерге разы болсын. Алла екінен бақытын, салиқалы ұрпақ берсін. Бүгінгі расында айтылған тілектің барлығы Алла сіздерге разы болсын, Алла қабыл етсін дейміз. Сіздердің тілеулеріңізді Алла Тағала қазақ айтады 30 тістен шыққан сөзімізді 30 елге тарайтын болуға Алла нәсіп етсін. Алға хат жіберген, жақынға хат жіберген
расында да ағайын туысқандардың бәрін жатыр осы дүбірлетіп 300-дің басын қосқан хан абылайдың елінде қазақтың дүркіреген дүбірлі тойы баршамызға қайырлы құтты болсын ағайын. Амин. Жастық берейін ба? Жастық берейін ба деймін. Рұқсат болса құрметті ағайын, енді юртағымызда келетін шығармыз. Маған темір емес қой. Бата берейік апа, иә? Иә, болды. Имам берсін. Бисмилlah.